Ал құрметті қазақ қауымы, қазақ елі, қазақ жұрты, армысың? Нью-Йорк қаласынан сіздерге жалынды сәлем. Бүгінгі бұл видеода мен сіздерге көрсететінім жаңадан эконом варианттағы жарық. Ертеңгі сіздер видео түсіретін болсаңыздар, Нью-Йорк деген жалпы осы брендті сіздерге ұсынамын. Неліктен ұсынамын? Өзім жаңадан сатып алып отырмын. Мен өзім видео түсіргенді ұнатамын. Бұл менің хоббиім. Менің 3 YouTube каналым бар. Бірі сол орыс тілінде мен жүргізіп жатырмын. Ол дегеніңіз жалпы Американың, жалпы Америка жайлы, Америкадағы өмір жайлы, Америкадағы өзіміздің СНГ елдерінен келген халықтардың өмірі жайлы, олардың ашып жатқан бизнестер жайлы мен айтып көрсетіп жатырмын. Сол менің жалпы YouTube каналыма сіз осы видеоның астындағы сілтемеден өтсеңіз болады. Немесе ең соңғы видео біткен кезде сол жақта сіздерге қосымша сілтеме, жалпы менің каналымда сілтеме болады. Қазір ғана жаңадан қалай ашып көрсеткен тауарымды сіздер бағалап өттіңіздер. Енді жалпы мына жарыққа келер болсақ, бұл өте популяр, өте танымал эконом нұсқадағы жарық, lights деп аталады, digital lights. Өте танымал осы Америка жалпы блогерлардың ішінде. Өйткені сіз бұл арзан сапалы жарыққа көп ақша төлей бермейсіз. Мысалға, Aperture деген компания бар, өте танымал және бағалары өте қымбат. Бұл компания соларға аналог ретінде істелінген. Егер толығырақ айтатын болсақ, бұл жарық жалпы 660 кішкене ғана диодовый лампочкалар бар. Ол дегеніңіз daylight дейді. Мысалы, ақты көріп тұрсыз ғой, ақ түсті. Ол daylight дейді. Көбінесе бұлармен көшеде сыртқа немесе помещениеде түсірген дұрыс болады деп айтады шеберлер. Жарықпен көп айналысатындар, оларды тыңдап, YouTube'дан қарап, жалпы солардың кеңестерін мен алып отырамын. Өзім негізінде жаңадан бастап келе жатқан YouTube блогер техобзор деп айтуға да болады. Ал бұның мысалға мына жақта 330-ы ақ түске болатын болса, оның қалған 330-ы сары жарық көбінесе түнде кешкісін жылы дейді ғой, warm, жылы түс, осымен көбінесе түнде кешке түсірген әлде қайда әдемі көрінеді. Ал бұл жарықтың жалпы сіз температурасын, артында мынандай батырмалар бар. Жалпы артындағы батырмаларды сіз бүйтіп бұрасаңыз, оның жалпы температурасын көбейтіп, азайтып отыруыңызға болады. Ақ түс және сары түс етіп. Жалпы мына перделерді темірден жасалынған, темір мен пластик араласқан ба, сондай материал, жалпы қаңылтыр деп айтсақ болады. Сіз осы перделер арқылы көріңіздер, ақ пен сарыны араластырып жандыруға болады, негізінде жағуға болады. Жалпы мына перделер арқылы сіз жарықтың жолын өзіңіз бағалап отырсаңыз болады. Мысалы, бұлай айталық, бұлай қойсаңыз, сол жарық ары қарай ұшады, көрдіңіз ба? Ал бұлай қоятын болсаңыз, жарық бұлай қарай менің бетіме ұрып отыр. Ана бүйтсеңіз, көрдіңіз ба, жарық қалай болып жатқанын. Сіз жалпы перделерді өзіңіз screwdriver деп аталады, ағылшынша, орысшасы ол отвертка. Сол screwdriver арқылы сіз бұрап алып тастасаңыз болады. Ал ішінде қосымша мына жақта бір пластигі бар, ішінде көріп отырсыз. Сіз жалпы мына жақта батырма бар, сіз батырманы бассаңыз, мына пластикті сіз алып тастауыңызға болады. Сонда ішіндегі LED лампалары
көрінекті. Жарықтың жалпы шашырауы әлде қайда тазарек болады. Бірақ мен өзіме жалпы осыны пластикамен жұмыс жасаған маған көбірек ұнайды. Мына жарықтың артынан қарайтын болсақ, артында сіздер екі жолмен қоссаңыз болады. Біріншіден ол дегеніңіз мына розеткаға тығасыз, провод арқылы, өзінің адаптер арқылы. Екінші жолы ол батарейка саласыз. Батарейка жалпы аксессуарлар қосымша бөлек сатылынады. Олардың бағасын мен шамамен айтатын болсам, $30-40 болып қалады екі данасы. Ал ағайын, қазір жарықпен қалай менің бейнем видеоға түсіп отыр. Ал мынау сары жарықсыз түсірілген бейне таспа. Ал егер Daylight дейді, жаңағы ақ жарықпен түскен бейне таспа қалай болады екен? Мынау ақ жарықпен түсірілген бейне таспа. Енді әрі қарай өздеріңіз бағалап көрерсіздер. Ал ағайын, бұның бағасы орташа есеппен $150 болады. Енді сіздер қараңыздар, бұны amazon.com сайтынан сатып алсаңыздар болады. Жалпы бұл Америкадағы, жалпы Америка, Канада және Европа елдерінде өте дамыған онлайн магазин. Онлайн магазин, сіз ол жақта керек заттың барлығын сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Және оның осы компанияның қалаушысы Джефф Безос ең бай адам тек қана Америкада емес, жалпы жер жүзінде болып аталады. Ал енді бұны мен Амазоннан арыз бергенімде тікелей маған қанша 2 күнде келді. Өйткені менде Prime деген қосымша қызмет бар. Prime'де сіз жылына $110 төлейсіз. Оның ішіне сізге өлең, тегін кинолар, 2 күнде жететін экспресс шиппинг дейді ғой, жылдам ретінде 1-2 күнде, кейбір кезде бір күн сол сіз таңғысыңыз арыз бердіңіз, кешке дейін әкеп береді. Ондай да қызметтер болып қалады. Ол өйткені тауардың сіздің үйіңізден қаншалықты алыс орналасқанына байланысты. Ал бұл товарға мен 30 күнде мен қайтарып беруге мүмкіндігім бар. Жалпы сіздерге айтып кетерім осы товарға осы видеоның астында сілтемесін көрсетіп қоямын. Егер қалап отырсаңыздар, алыңыздар. Өте сапалы және танымалы популяр деп аталады. Тауардың бір түрі. Жалпы қалтаңызға қатты соқпайды. Ағайын, менің каналыма жазылып қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видео бұл жаңадан шыққан iPhone 12 Max Pro-ны біз ашып көрсетеміз. Бұл әлі ашылған жоқ. Сіздер үшін көрсету үшін әдейі сатып алдым. Өзінің түсі 6 түс. Көргендеріңізге, бағалағандарыңызға сіздерге мыңда бір рахмет, шексіз рахметімді айтам. Сізден бірге болған Абзал Жаңабай, Нью-Йорк қаласынан. Қош болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.